кешкі асқа тез әрі дәмді болып шығатын осы салаттың түрінің рецептімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы өте оңай, жеңіл түрде жасалынады. Менің осы салатымды сақтап алып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. 3-4 қиярымызды алып, салфанға салып, жақсылап оратын боламыз. Қатты жақсылап аямай ұрыңыздар. Мен кішкене аяп ұрдым. Кішкентай бөпем оянып кетпесін деп, сіздер қаттырақ аямай ұра беріңіздер. Жақсылап су шығып, қиярымыздың бөлшектене бастайды. Сол кезде алып, жақсылап көбіктап, немесе өздеріңіз қалауынша ыңғайыңызға қарай турап аласыздар. Маңызды емес. Еш нәрсені қиындатпай қойыңыздар. Одан кейін бір чеснокты алып, майдалап турап саласыздар. Үйде бар зелендерді қолдандым. Укроп пен петрушка болған, соны жақсылап турап алдым. Оларды қостым. Және де тұз қоспаймыз. Бір стружковый перец сіздер ашын жақсы көрсеңіз, немесе жарты қолдансаңыздар болады. Қызыл перецті бар екен, соны қостым. Осылай видеодағыдай турап алсаңыздар болады. Бәрін араластырып, үстінен бір ас қасық сұйық май, 2 ас қасық соевый соусымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Бәріңізге ас болсын. Міндетті түрде менің осы рецептім бойынша жасап көріңіз. Жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ең оңай әрі дәмді, тез жасалынатын салат түрі. Дәмі деген өте керемет болды.